Қазір біз жемқорлардың қаражатын салған мектептердің біріне келдік. Бұл Астана қаласында орналасқан және оның қандай ерекшеліктері бар екенін бірге көретін боламыз. Енді кірген бойда көзге түсіп жатқан Face ID туралы айтып өтсеңіз. Бұл Face ID жаңағыдай кез келген осы мектепке кіретін пән мұғалімдермен және де осы мектепте істейтін қызметкерлердің және де осы мектепте оқитын контингенттердің түрлерін жаңа сканерлеп өткізеді. Мұнда бүгінде адамдар кіре алмайды. Яғни мына жерде бізде мына экранға барсаңыздар, мұнда бізде оқытылатын пәндерді көрсетіледі. Яғни кез келген ата-аналар мына жерден бақылап тұрады, қай пән қай жерде оқытылып жатыр. Яғни мына жерде расписание бойынша пәндер көрсетіледі және қасында кабинеттер көрсетілген. Сол бойынша сабақтар өтіліп жатқанын көре аламыз. Туған күн иелерін көрсетеді және мектептің данныйларын көрсетеді. Яғни қанша кабинеттері бар, қаншалықты кімнің туған күні. Мысалы қарап тұратын Өтелбаев Нұрмұхаммед дейді. Мектеп 2023-24 оқу жылы салынған, яғни жемқорлықтардың қаржысынан жиналған ақшадан салынған. Бұл мектеп негізі 1200 оқушыға арналған мектеп, бірақ та X ауысымға болғандықтан 2400 оқушы сыяды деді. Биылғы 2024-25 оқу жылында уже біз 2550 баланы уже қабылдадық. Жаңағы инклюзивті сыныптар туралы айтып өтсеңіз, қанша бала бар ол жақта? Ерекше инклюзивті деп айтқаннан гөрі ерекше білімді қажет ететін оқушылар, олар жаңағыдай балалармен бірге білім алуға өте хақысы зор. Сондықтан біз жаңағыдай балалармен бірге оқиды, балалар да оған үйреніп келе жатыр. Қанша бала бар онда? Қазіргі таңда уже 60 баладан асты. Бізде сонымен қоса осы ерекше балаларға арналған театр бар. Яғни театрдың өзінде де осы былтыр көктемде балалар сиқырлы пен бар еді, пен деген мультфильмдегі. Питер Пен ба? Питер Пен, сиқырлы Питер Пеннің рөлін жақсы ашып шыққан. Мынау умывальниктер ме или су ішетін ба? Бұл су ішетін балаларға арналған фильтрленген су. Мынаяқта бутылка құйып алуға болады. Керемет. Бөтелкен ішемізді лақтырып жібереміз, ол жаңағыдай пайдасыз зиян болып табылады. Олардың жаңағыдай жер бетіне қорыту 150-200 жылдан астам болғандықтан жаңағыдай жерге өте көп зиянын төндіреді. Яғни соған байланысты таза қала деген, яғни крениктердің үлкен жаңа ертегін көрсеткен. Сізде де қоқыс соны сұрыптап тастайтын жер бар ма? Сұрыптап тастайтын жер болған, қазір алып тастаған негіз бар бізде. Мынау жаңа инклюзивтерге арналған кабинет. Яғни ерекше кейін балаларға. Яғни әр кабинеттер өздері жеке-жеке оқытып қарастырады. Өте қазір бітек астында алғандар, уже кішкене. Қай сыныпта оқисың? 6-шы сынып. 6-шы сынып, аты жөнің кім? Абдраимов Абдулрахим. Мектеп қалай? Жақсы? Жақсы. Қандай пәндер ұнайды? Маған информатика, жаратылыстану, қазақ тілі, математика пәндері ұнайды. Уалейкум ассалам. Барлық оқушыларға арналған ба или тек мұғалімдерге? Мұнда пән мұғалімдер, сонымен ерекше білімді қажет ететін балалар. Жаңағыдай ақырын жүретін, жүре алмайтын балаларға арналған. Қазір 3-ші этажда көрсеңіздер, ерекше білімді қажет ететін оқушыларға арналған деп жазып тұрады. Балдарға болмайды деген зат па? Негізі, Жақсы, керемет. Неше этаж сонда? Бұл 4 қабатты. Бір дей ма? Негіз 5-еуде жазылады. Барлық сыныптарда мынандай ескі тақталар болады ма? Или алып тастаған? Бұл ескі тақта емес.
Бұл дәстүрлі түрдегі тақта. Жоқ, енді сондай дәстүрлі түрдегі тақталар барлық жерде бола ма деп. Әрине барлық кабинеттерде бар. Бор ұстап жазып үйренеді ғой. Әрине бар. Барлық кабинеттерде бар. Заманауи болып кетіп тек мынандай ғана қаласында жатқан бол.